Саламатсыздар ма, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео мына маладилаларды егу, оларға топырақ дайындау. Өзім тұқымнан салған маладилаларымды осылай бастап егіп қойғанмын. Енді мына кеше келген маладилалардан алып арасына араластыратын болам. Бүгін енді топырақ дайындап жатырмын, сіздерге көрсетейін. Кәдімгі мына гүлдің топырағы универсальный. Оған шамалы күл қостым. Енді бұл маладилаларға негізі өзінің тасы бар екен, минералды. Бірақ ондай енді менде болып тұрған жоқ. Оны Валберстен алуға болады екен. Осылай құм қосамын. Өйткені бұлар тасты жерлерде өседі. Тасты жерлерді жақсы көреді. Шамалы биогумус қосам. Өзіміздің огородтан шыққан. Және жаңағы мына гүлдің топырағынан қосатын болам. Осының бәрін қосқым келіп тұр. Енді осыны жақсылап араластырып, қазір егетін ыдысыма салатын боламын. Енді міне кеше келген маладилалар осыны жайлап біртіндеп осылай алатын боламыз. Бұл балдарының өзі, тіпті мынандай жапырақтарының өзі алып кетеді, балалайды бұлардың өзі. Тек жерге тисе болды, және оны сулап тұрса, сол жайлап алып кетеді. Міне осылай бөліп, біртіндеп. Тіпті тамыр болмаса да дымда алмайды бұлар. Воздушный тамырлармен де өмір сүреді, өйткені тастарға жабысып өмір сүреді бұлар. Менде бірнеше жер бар, бұларды егетін, сол себепті бөліп егу керек болып тұр. Әртүрлі түрінен. Осылай тек отырғыза қоямыз. Келесі мынандай түрі. Мына құмыраның ең астыңғы жағына мен кәдімгі өзімнің огородтың топырағын салдым. Өйткені бәрін бұндай жаңа біз дайындағандай топырақпен толтыру мүмкін емес. Сол себепті келесі сорт мынау. Кешегде бір өсіп кетті. Осыдан егетін болам. Мына жерге, бұл жерге емес, бұл жерге қазір ұсақтарын егіп жіберетін болам. Енді мына жерге бұлай осы құмырадан ағып жатқан сияқты қылып, осы жерлерге егетін боламыз. Мына ұсақтарын құмыраның ішіне егіп жіберемін. Бұл өсімдіктердің арасына елканың шишкасын, болмаса әдемі тастар қосуға болады. Мына түрі де бар. Осылай барлығын араластырып егіп шығам. Қазір сіздерге дайын вариант көрсетемін. Менде осындай композиция шықты. Мынау құмырам. Осылай құмырадан төгілген гүлдер сияқты композиция болады бұйырса. Енді бұлардың арасына әдемі тастар, декоративный, басқа шишкілер, сондай бір әдемі нәрселерді қоюға болады. Қазір қалғандарын қай жерге ектім, соны көрсетіп жіберейін.
Екіншісі мына жерге алдында көктемде еккен фойныйларым бар ғой, бұлар әзір кішкентай, және мына орталары бос. Соған осындай құмыра жасаған едім. Амфора деп айтады бұны. Қазір күннің көзі болып тұр. Міне осылай ектім. Және ол да былай төгілген секілді болады. Міне тастармен композиция жасап қойдым, бар тастармен. Бұл әлі көбейеді. Мынаның орталарының бәрі жабылатын болады. Бұларды тастардың арасына да егуге болады. Әзірше осылай егіп қойдым. Мына мен жөлеп деген нені осы жерге еккенімді және мынандай бір ағаш қойғанымды көрсеткен болатын бір видеода. Осы ағашты осы каменная розалар үшін алып келген болатынмын. Мен осылай ектім. Бұлар суға төзімді, құрғақшылықты көтереді. Тасты жерлерде де өседі, жаңа айтып өткендей. Келесі қай жерге ектім, тағы да көрсетіп жіберейін. Біздің ауламызда мынандай пергола қойғанымды білесіздер. Міне ромашкілер гүлдеп бастады. Осының міне етегіне осы жерге ектім. Мынандай бұрын кашпо жасаған едім. Аяғы сынып қалған. Осы жерге егіп қойдым. Ал қалған розаларында, каменный розаларында мына жерді білесіздер. Көрген кісі болса, міне осы тастармен тастарға араластырып ектім. Бұлар тастарды жақсы көреді. Тастармен әдемілеп қоршап ексеңіздер де болады. Бұйырса, енді нәтижесін жаз бойы бақылайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.